Жарастың аты бір ғана ауыл, совхоз емес, бүкіл аудан, тіпті облысқа әйгілі. Социалистік еңбек ері, құрмет белгісі орденінің иегері. Айтары жоқ, дүрілдеп жұлдызы жанып тұрған атақты шопан. Жыл сайын жаз ортасында болатын шопандар слетінде әр 100 саулықтан 160-тан қоз алды. Әр қойдан 3,5 килограммнан жүн қырықты деп аудандық газеттер жалаулатып жазады. Облыстық газеттерде қалыспай, коммунист Жарасбай Дәулетбаевтың озат тәжірибесі деп суретімен 90 аралатпай жариялап мадақтайды. Шопандардың аудандық, ауылдық жиналыстарына, совхоздың партия ұйымының, аудандық партияның конференцияларында, облыстық кәсіподақ ұйымдарының жиналыстарында Жарас Дәулетбаев төрде президиумда басшылармен қатар отырып бірінші сөз сөйлейді. Бірнеше мәрте республикалық съезде де делегат болып қатысып, онда да облыс атынан биік трибунада өз жетістігі туралы баяндады. Осындай мақтаулар мен марапаттар пәлен жыл бойы қайталана берген соң басы айналған Жарас кейде кеудесіне нам пісіп, кейде жерде өзін тым өктем ұстайтын. Ауданнан, облыстан келген өкілдерді құрақтай ұшып қарсы алып, кетерінде майлап, қалталарына мол қаражатты толтырған соң, кейде совхоз директорына да шекесінен қарап қалатын. Осы Жарас кеше жайлауға апта сайын қатынап тұратын көлікпен совхоз орталығына келген. Мұнда салдырып қойған 5 бөлмелі ақ шатырлы еңселі үйі бар. Соған тоқтайды. Үйдің иесі әзірге тұрмысқа шыққан қызы Злиха. Енесі бала шағасымен тұрады. Жарастың жап-жаңа бірнеше костюм шалбары, көйлектері бір-бірмеде арнайы өзінің шкафында ілулі тұрады. Орталықта келген соң малдағы киімін шешіп, жуынып, қырынып, осы киімдерін киеді. Бүгін де сөйтті. Елуді еңсеріп қалса да, Жарас үстіне киім кигенде мүлде жасарып көрінеді. Жарас жаңағы үйдің қасынан тағы жер алып, екінші үйді салдырып жатыр. Өмір бойы шопан болмайтын шығармын. Малдан босасам, отыратын өз үйіміз дайын тұрсын, дегендексі. Үстіне костюм шалбарын киіп алып, бейне бір қаладан келген өкілдерше маңғазданып, сол үйдің жүріп жатқан құрылысын көрді. Өйтіңдер, бүйтіңдер деген кеңес берді. Құрылысшыларға еңбек ақысын төледі. Сөйтіп, бірінші жұмысын бітірді. Ендігі бет алысы орталықтағы жаңадан салынған дүкен. Дүкенге Жарас келгенде саудалары жүрмей іші пысқан, беттерін опалап, қастарын бояп отырған қыздар өре түрегелді. «Ағай, келіңіз, не аласыз, айта беріңіз», деді бәрі сызылып. «Жаңа туған немерем бар еді, соған қажеттің бәрін беріңдер», деді анау. Сатушылар мынау дұрыс, анау дұрыс деп өре түрегеліп, керек деген заттарының барлығын көрсетіп жатыр. Оны алдына үйіп қойған Жарас: «Жас келінге лайықты не бар, соны беріңдер», деді. «Охо, ағай жақсы, келінін ойлап жатыр. Мүмкін халат, мүмкін білмейміз ғой ағай, қандай размер еді?» «Осы мына қызымдай, талдырмаштау, әдемі өзі», деп қалды Жарас байқамай. Содан кейін қайтадан «Сендердей әдемі дегенім ғой», деді. «Ағай, менің сіздей атам болса ғой шіркін, қалай жақсы көресіз келініңізді, тіпті көрініп тұр, еш нәрсе аямайсыз. Ол да балам ғой, қызым», дей салды Жарас, тағы сөзін жөнделеп. «Келініңізге жібек көйлек бар», дей берген бір сатушы қыз. «Қой әрі күліма, атасы келінге ондай нәрсе тарту етпейді ғой. Ағай, келініңіз қайда? Осы жерге ерте келсеңіз, бәрін дайындап қоямыз. Келінім қырда ғой, жайлаудамыз. Мен осында директор шақыртып, шаруамен келдім», деп Жарас өзінің дәрежесін жоғарлатып қойды. «Енді орталықтағы сауда магазині ғой. Келінім жақында босанған. Бала 40-нан шықты. Сосын базарлы қалаға барайын дегем. Жайлауға баратын автодүкенде қалаған зат бола бермейді». «Ағай, сіз Жарас Дәулетбаев деген атақты шопансыз ғой.
Біз сіздің суреттеріңізді газеттен талай көргенбіз. Телевизордан да сөйледіңіз, я? Біледі екенсіңдер ғой. Егер жайлауда болсаңыз, қазір жас келіндер де, қыздар да киеді. Әрі жеңіл, әрі ыңғайлы спорттық костюм шалбар бар. Мынадай, ағай, спортивка дейді. Үй тұрмысында өзімізде киеміз. Егер жайлауда малда болса, бұл таптырмайтын киім. Мына түрі новинка, келініңізге қатты ұнайды. Алғаныңызға өкінбейсіз, деп атақты шопанды таныған сатушы қыз мақтауын одан әрі қарай жалғастыра берді. Бір орамын ашып, бағана келініңіз мендей деп едіңіз ғой, міне қараңыз, мендей болса шапшақ, мынасы дұрыс. Қызылға ақ жолақтары түскен әдемі, жоқ көгілдірге сары жолақ тарағанда таптырмаша. Ағай, деп екінші қыз оны қуаттай түсті, бәрі әдемі. Келінге бір нәрсе тапқанына Жарас қуана кетті. Екеуін де беріңдер, қай ұнатқанын киеді. Мынаны естігенде сатушы қыздар одан сайын мәз болды. Вау, ағай, крутойсыз ғой, өзіңізге де бірдеңе алмайсыз ба, деді. Саудамызды қыздырып, жақсы болды келгеніңіз. Атағыңызға сай екенсіз, жомарттығыңыз байқалады. Жарас қыздардың мақтауынан кейін дүкеннен көңілденіп шықты. Өзінің әйеліне, баласы Боданға да қыздар ұсынған нәрселерден алды. Бұл екінші жұмыс еді. Бітті. Енді үшінші жұмыс, совхоз директоры болса, жолығып, курортқа барсаңдар, келін екеуіңе керек болар деп, бөлекше оралған көк қағаздан бір буманы тастап кету, қолындағы заттарын жолай үйге жеткізіп, жеңілдеп кеңсеге келді. Өкінішке орай, түске жақындап қалған кезде, конторда бастықтардан тек жұмысшылар комитетінің төрағасы Тілеу Наймабаев қана бар екен. Ол Жарасты көргенде қуанып орнынан ұшып түрегеліп сәлемдесті. Жәкәу, неғып жүрсіз? Малжан аман ба? Немерелі болыпсыз? Құтты болсын, үлкен той жасапсыз, естіп жатырмыз, деді қалбалақтап. Жарастың аудандағы жиналысқа дайындалып киінгендей мына түрін көріп, мынаны сықитып киінуін қарашы, қойшы деп ешкім айта алмас. Сайтанның түптірі жылмағай болып кетіпті өзі, деді ішінен өз-өзіне. Директор жоқ болған соң, Жарас оны мұныға уақытын бөлгісі келмеді. Әдеттегідей Тілеуге асығыс екенін, жайлаудағы малда ұлы жалғыз қалғанын ескертіп, қолы тигенде соғып кет деп Нүрекең хабар айтқанын, өзі бүгін тығыз шаруамен кетіп қалыпты ғой деп, келетін машинасының реті болған соң, осында тартып кеттім деді. Директор Нұрғали Жапбасовтың атынан өтірік айта салды. Жаздағы қауырт жұмыс кезінде маған кім келді, кім не деді деп сұрап жататын директордың бір сәтте уақыты жоқ екенін Жарас біледі. Бір ауық Тілеуге де тапсырма беруді ұмытпады. Менің қыстағы қонысым бірінші жөнделіп, мал қорама мұнша алдымнан жемшөп жеткізілуі керек. Білесіңдер ғой оны. Осыны ана бригадирлерге ескертіп қой. Осы кезде Тілеудің маңдайы тыржиып кетсе керек. Неге маңдайларын тыржырадей? Осы совхоздың атын шығарып отырған емеспін бе? Айтыңдаршы, үй ішімізбен 5000 саулықты бағып отырмыз. Көмекші де сұрап отырғанымыз жоқ. Көмекшіге бір шопанды бөлу керектігін қақсап келем, деді. Ойбай, Жәкәу, я, бәрін жасаймыз, жасалады ғой. Бірақ өзге де малшылар бар, шопандар бар, бізге қарап отыр ғой. Оларға көңіл бөлмесек тағы болмайды. Сосын бар ғой, Жәкәу, қазір жұрт малдан қашатын болды емес пе? Бәрінің есіл дерті қала болады да тұрады. Мен байқап отырмын, 10 жылдан соң мына сіздердің ізбасарларыңыз болмай қалады деймін. Сонда мына совхоз малына кім ие болады? Деп жұмысшылар комитетінің төрағасы Тілеу Наймабаев сөздің бетін басқа жаққа бұрып жіберді де тағы да. Айтпақшы, ұлыңызға былтыр біз берген мотоцикл бар ғой. Енді мұндай техника ешкімде жоқ. Сонымен лаждап, мал қайырып, арасында өзіңіз бар. Биылға шыдаңыздар. Келесі көктем, жазға дейін қарастырылады ғой. Беріледі енді, деп қызмет дәрежесі жоғары бола тұра, тура бастығы совхоз директорының алдында тұрғандай, Тілеу Жарасов Дәулетбаевтың алдында күмілжіңкіреп қалды. Өйткені Жарас Тілеуге әуелден ақ қой десе қойын, машинаға ақша десе ақшаны қалтасына салып, аузын ашпастай алдын алып қойған. Жарастың ұлы Бодан 800 бас қойды
500-і әкесінің атында, 300-і өзінің атында мотоциклмен бағады. Бұл техника басқа шопандардың арманы. Өйткені шопандардың бәрін бірдей мотоциклмен қамтамасыз ету кеңес одағы кезінде мүмкін емес етін. Аудандағы лимит санаулы. Жарас өзінің беделін машинаға да сұрау салып қойған. Бүгін тағы да бір ұсыныс білдірді. Сол мотоциклді бар ғой, списать етіңдерші. Актысы қалай болады? Оны өздерің ойлап табыңдар. Үйдегі келін Әсимаш үйінде жүргенде ағасының машинасы ма, мотоциклін бе, бәрін үйленеген пәре екен. Біздің боданнан жақсы айдайды. Маған да осындай бір техника керек деп, боданға қыңғылдап жүрген көрінеді. Жәке, ағасы-ау, енді шамалаңызшы, келіннің емізулі баласы бар ғой, мотоцикл несі тағы әйел адамға? Әй, менің көмекшім бодан болса, ол боданның көмекшісі емес пе? Пәлен мың саулықты бағып отырмыз ғой үкіметтің. Бір шығын шығармай, келін күні бойы бесікті тербетіп отырған жоқ. Ол да малға араласып жатыр. Немеремен үй шаруасы жеңгеңде. Әсимаш жас қой, әлі өз қызымдай. Қалаға кетем, қойып ойы құрысын демей, жалғыз ұлдың қасында жүргеніне қуанам. Өзің жаңағаны айтқан жоқсың ба? Ешкімнің мал бағуға ынтасы жоқ деп. Міне, баласын туып берді. Енді мәпелеп алдап сулап ұстап, қызықтаратын нәрсе алып беріп, мал бағуға үйретпейміз бе? Қазір мына көктемде қырдағы жайлау құлпырып, қызғалтақ гүл ашып тұр. Сол қызғалтақ арасында мотоциклді айдап мәз болады. Мынадай тамаша жер бар екен-ау дейтін көрінеді балама. Ертеңгі күнге талпындыру керек қой жастарды. Жәке, өзіңіз пәлен жыл қой баққанда, сол қырдың қызғалтағын аузыңызға алып, қызыққаныңыз байқалмайды енді. Биыл көктемге байқайым, өзгеріпсіз. Жеңгейдің сыртынан бір жеңгейді тауып алдыңыз ба, қалай? Деп күлді. Сізге барлап қарайыншы? Иә, әдем ақ көйлек, көгілдір галстук тағыпсыз. Пошымыңыз мықты, мынау іске қыздарды қақып кетесіз, деп бір жағынан жармасқанда хихихилап күліп қойды. Әй, тоқта, деді Жарас, Тілеуді бірден орнына қойып. Не деп тұрсың? Мен ауданда, облыста ел таниды. Сонда барам. Қой бақты мекен деп сабалақ болып жүрейін бе? Кездесетін дәрежелі адамдар бар. Жүріс-тұрыс бәрі